Что такое цифровой офис? Цифровой офис – это инновационный офис Казпочты, где клиентам предоставляется возможность получить почтовые и финансовые услуги Казпочты самостоятельно. Бұл Қуаныш деген робот, ол халықтық кеңседе жақында пайда болды. Оның жанында Сәуле де бар. Қуаныш пен Сәуле тұрғындардың сұрақтарына жауап береді. Ақылды техника адамды таниды және қаласаңыз ауа райында айтып береді. Куаныш. Привет, Беттия. Ты что? Вот, допустим, он меня узнал уже. Мы ж общались меньше 1 часов назад. Какая погода в Актубе? Сейчас за окном температура воздуха 10 градусов. Ясно. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевқа цифрлық кеңсенің мүмкіндіктері гибридті банкомат жұмысы таныстырылды. Мұндай цифрлық кеңселердің біреуі 20-ға жуық қызметкері бар бүтін бір пошта бөлімшесінің жұмысын алмастыра алады. Болашақта мұндай қызмет көрсету 24/7 жұмыс режимімен өзін-өзі қамтамасыз ету форматында ұсынылатын болады. Бізде роботтар бар, виртуалдық консультант бар, банкоматтар бар, және де гибридтік банкомат бар. Бұл жерде Қазпоштадағы көрсетілетін барлық қызметті алуға болады. Күніне бұл кеңсе 700 адамды қабылдай алады. Біздің жайге келген кеңселерде 20 адам істейді, бұл жерде 2 адам тек қана көмектеседі. Біздің азаматтар кезексіз, тез түрде Қазпоштаның барлық қызметтерін алуға мүмкіндіктері бар. Облыс әкімі осындай жұмыстың облыс аудандарында жалғасатынын да айтып өтті. Осы бағытта Қазақтелеком акционерлік қоғамы ауылдарды жоғарғы жылдамдықтағы интернетпен қамтамасыз ету жұмысын жүргізуде. Мемлекет басшысының негізгі бізге басшыларға қойып отырған талап осы ғой. Цифрлық бағдарламаларда негізгісі халықтың алатын қызметі тез болу керек, сапалы болу керек. Одан кейін ашық болу керек. Мынау соның бәрін көрсетіп дұрыс. Енді мынау енді бастамасы, Қазпоштаның басшылығына рахмет. Бізге 4-ші Қазақстанда осыны қойып отырғанына. Біз енді жергілікті билік қолдаймыз, көмектесеміз, қаланың әкімі тұр. Қазпоштаның мәліметі бойынша биыл осындай 8 бөлім ашу жоспарланып отыр. Айгүл Байменова, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.